Кешкі асқа не дайындаймын деп жүрсеңіз, осы рецептті соңына дейін көріңіз. Өте керемет кешкі жеңіл ас. Ең бірінші картошка, сарымсақ, чесноктың сырттарын ашып аламыз. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ары қарай оларды бөлшектеп турап, жіңішкелеп, тез пісуға ыңғайлап турап тастайсыз. Картошканы турағанда оны да 4 бөлікке немесе 8 бөлікке бөліп турағаныңыз абзал, тез пісады. Үстіне аройда және соевый соусты қосамыз да жақсылап араластырамыз. Аройда қатты маңызды емес, жай ғана горчи дәм беру үшін оны қосуға болады. Жақсылап араластырамыз да шетке алып қоямыз. Келесі менің күрішті бұқтырып қойғаным. Бұлар ұсақ күріштер, ыстық суға жай алып бұқтырып аласыз. 1,5 кесе бұқтырсаңыз болады. Келесі жібіп тұрған фаршымызды аламыз. Ол тұздалған болуы мүмкін. Егер сіздерде тұздалған болмаса, сіздер тұздап алсаңыз да болады. Пергамент қағазды жайып, форманы қойып, астына бірінші күрішті саламыз. Бұлар тез пісу үшін күріш және де бір-бірінен ажырап кетпейді. Үстіне фарш салып, жақсылап жан-жаққа жайып, үстіне тұз көбірек салғаныңыз абзал, өйткені дәмі ашып кетеді. Маған отбасымызға бұрыш ұнайды, сол себепті бұрыш қосқан жақсы. Сливкидің де көп болғаны жақсы, себебі әдемі дәм береді. Осылардың үстіне картошкалы массамызды саламыз. Тағы үстіне бұрыш және де дәмді болу үшін не құйрық май, немесе кәдімгі майларды қолдана беруіңізге болады. 200 градуста 40 минутта пісіріп аласыз. Міне осындай золотистый, кішкене күйіңкірегенде алсаңыз болады. Тағамды әсемдеу жағыңыз өз фантазияңызда, аскөкпен, көкөністермен әсемдеуге болады. Тіркелуді ұмытпаңыз.